Армысыздар, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Бүгінгі шығарылым Лукашенко айналасында жалғасады. Себебі бірер күн бұрын ғана Беларусь президенті жайлы видео түсіріп, оның диктаторлық әрекеттерін сынаған болатынмын. Енді міне Лукашенко тарапынан тағы бір құйтырқы. 23 мамырда Беларусьтегі оппозициялық бағыттағы Нехта телеграм арнасының экс-редакторы Роман Протасевич Минскідегі әуежайда ұсталды. Билік Романға терроризмге қатысы бар деген айып тағып отыр. Негізі Ryanair әуе компаниясының рейсі Афинадан Вильнюске ұшып бара жатқан. Әуе кемесі аяқ астынан белгі беріп, бағытын өзгертіп Минскіге қонды. Себеп ұшаққа мина салынғаны туралы хабардың түсуі. Бастапқыда Нехта редакцияның 4 адамнан тұрған. Негізін қалаушы Роман Протасевич. Редакциядағы журналистер Польшада жұмыс істейді. Ал былтыр 28 қыркүйекте Роман ұжымнан кететінін, бұл шешімді өзі қабылдағанын мәлімдейді. Редакция елде болып жатқан жағдайлар туралы жедел әрі эксклюзив ақпарат таратумен танымал. Роман Дмитрий Гордонға берген сұхбатында арна журналистерінің Минск пен өзге де қалаларда болып жатқан жайттар туралы жедел хабар таратып отыруына түрлі ведомство мен министрліктегі инсайдерлер және жергілікті тұрғындар көмектесетінін айтқан. Роман Протасевич Минскіде туған. Ол Беларусь мемлекеттік университеттің журналистика мамандығы бойынша бітірген. Алайда оны саяси көзқарастарына байланысты оқудан шығарып жіберген екен. Роман Беларусьте 8 жылда тәуелсіз журналист ретінде жұмыс істеген. Ол Беларусьте жүргенде наразылық акцияларына қатысып тұрған. Тіпті уақытша тергеу изоляторында да қамалған кездерде болған. Бастапқыда Нехта YouTube платформасында ашылған. 2015 жылы Протасевич пен оның досы Степан Путила Нехта YouTube арнасын ашқан. Арна атауы ағылшыннан next, яғни келесі деген сөзінен шыққан деген болжам болған. Алайда ол Беларусьтың Нехта әлдекім сөзінен шыққан. Алғашқы кездері арна сатиралық бағыттағы музыкалар шығарып отырған. Ал 2017 жылы Нехта телеграм-каналға өтті. Романның сөзінше арна 22 жастағы ГАИ офицері Евгений Могилевтің өлімі туралы оқиғадан кейін таныла басталды. Редакция болған жайтқа байланысты эксклюзив материалдар беріп отырды. Оның ішінде тәртіп сақшыларының әңгімесі мен оқиға орнына суреттер таратып отырды. Артынша телеграм арна екіге бөлінді. Нехта 586.484 оқырман және Нехта Live 1.225.236 оқырман. Роман Дмитрий Гордонға берген сұхбатында телеграм арналарына ешкім қаржыландырмайтын, бұған дейін ешқандай грант ұтып алмағанын айтқан. Арна жеке медиа ретінде жұмыс істейді. Нехта әлемдегі ең ірі арнаның бірі ретінде арасында жарнама арқылы ақша тауып отыратын екен. Ал Нехта Live арнасының таныла басталуына Александр Лукашенко 6-шы рет ел президенті болып сайлауына себеп болды. Бұл жаңалықтан кейін елде жаппай тәртіпсіздер басталды. Ол кездері Нехта Live арнасында 315 мыңдай оқырман болған. Беларусьте болып жатқан оқиғалардан соң арнадағы оқырмандар саны 2 миллионға жуықтап кеткен. Былтыр Александр Лукашенко 6-шы рет президент сайлауына түсіп, ресми қорытынды бойынша жеңімпаз деп танылғанда, сайлаушылар дауысы ұрланғанын айтқан жұрт наразылық білдіруден тайынбай және бұған үкімет қойған тосқауылды айналып өту үшін телеграм желісін пайдаланған Нехта ұсынған ақпараттардың әсері көп болды. Беларусьте жаппай наразылық күшейгенде Нехта шерушілерге кездесу орны мен уақыты, полициядан қалай қашу және қарсы тұру керегі жайлы ұсыныс кеңестер беріп, тіпті жол қозғалысының қалыпты жұмысына кедергі келтірмеуі туралы нұсқаулық жариялап отырды. Беларусь билігі наразыларды қудалап 10 мыңдаған адамды қамауға алды. Ал Нехта арнасының арқасында полицейлердің адам айтқысыз зорлық-зомбылығын көпшілік білді. Полиция мемлекеттік медиада жұмыс істейтін журналистерді де қамап, оларға күш көрсете бастады. Биліктің қысымынан қашқан Роман Протасевич 2019 жылы Беларусьтен шетелге кетіп қалды. Ал 2020 жылғы қыркүйекте басқа телеграм-канал жүргізу үшін Нехта Live арнасындағы жұмысын тастады. Наразылықта жалғасып жатқанда Беларусь соты Нехта Live пен оның логотипін экстремист медиа деп танып, арнаны бұғаттады. Жаңалықтар сайты логотипін ауыстырып, телеграм шифрлы арқылы жұмыс істеуін жалғастыра берді. Бірақ билік Протасевичті терроршылар тізіміне енгізіп, жаппай тәртіпсіздер ұйымдастырып, қоғамдық тәртіпті бұзды және әлеуметтік алауыздық туғызды деп айыптады. Роман Протасевич өз аты жөні көрсетілген терроршылар тізімінің көшірмесін жариялап, өзін билік саяси астарымен қудалап жатқанын мәлімдеп, тағылған айыпты жоққа шығарды. Бұл тұтқындау туралы билік мемлекеттік биліктің арнайы сыйлығы сияқты көрінеді, деді Роман Протасевич «Настоящее время» телеарнасына берген сұхбатында. Меніңше, қазір билік өзгеше ойлаудың кез келген түрін қылмыс деп қарастырады. Мұны тұтқындағылар санынан, түрмеде жатқандар туралы статистика деректерінен байқауға болады.
Ал белорустардың батькасы болса, осы жағдай жөнінде өз пікірін білдіріпті. Оның сөзінше, Ryanair ұшағында террорист болды. Әрі өз ісін ақталу үшін барлық әрекет заң жүзінде іске асырылды деп баса айтты. Бірақ Роман ұшып келе жатқан ұшақтағы жолаушылар болған жағдайдың куәгер болғанын айтты. Нақтырақ айтқанда, жолаушыларға ұшақтың жедел жерге қону себебін ешкім түсіндірген жоқ. Белгілі бір кезде жоғары лауазымды екі полиция қызметкері келіп, Романды тұтқындаған болатын. Ешкім күш қолданған жоқ. Енді жолаушының сөзін негізге алсақ, Лукашенко өтірік айтып тұрғанын дәлелдейді. Себебі ұшақта жоғары лауазымды полиция қызметкерлері қайдан пайда болды деген сұрақ туындайды. Соған сәйкес, бұл алдын ала жоспарлаған әрекет болды дегенді дәлелдейді. Беларусь елінің басшылары Романды тұтқындау үшін арнайы операция өткізді деген күдік туады. Қорытындылай келгенде, Лукашенко оппозицияның келесі өкілін саяси алаңнан ығыстырып жіберді. Әрі оның ақпараттық күшінен қорықты деген ой қалыптасады. Қалай дегенмен, Роман аман сау болып, тез арада абақтыдан босатылғанына сенім артайық. Ал Еуроодақ мүшелері бастаған санкциялар аяғына дейін жетіп, өз нәтижесін көрсетеді деп үміттенеміз. Арнамыздан алыстамай лайк басып, пікір білдіріңіздер.